ардақты аналар, аяулы арулар. Баршаңызды шұғылалы көктеміміздің шуақты мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өмірге ұрпақ әкеліп, оларды тәрбиелеп, өсіріп, тіршілікке тірек болған біздің асыл аналарымызды ерекше бағалаймыз және құрметтейміз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолдауымен елімізде отбасы институты дамып, ана мен баланың бақытты өмірі үшін барлық жағдайлар жасалуда. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Аманұлы Сақтағановтың алғыс хатымен марапатталады. Басқа қазақ